Мен Сұлтан Сәулебек, Қазақстан азаматымын. 1985 жылы туылған. Күлсінай Бағағұмар қызы 1952 жылы туылған. Мынау әкем Сұлтан Ақын 1946 жылы 2 айдың 15 күні туылған. Іле облысы Құлжаудан. Ал Мазар ауыл Борбосын қыстағында тұрады. Менің әкем 2018 жылы 2 айдың 26 күні Құлжаудан сақшылары саяси үйренуге алып кеткен. Еш хабар жоқ. Шешем үй қамақта, әлі босатылып, паспорт несін бермей, Қазақстанға әлі оралмай жатыр. Мен Қытай елінен әкем мен шешемді босатуына Қазақстан жіберуін талап етемін. Мен халықаралық ұйымдардан көмектесуін сұраймын.